Сәлем достар, арнама қош келдіңіз. Қажылық пен умраның артықшылықтары. Кез келген құлшылықтың өзіндік артықшылықтары болатыны тәрізді, қажылықтың да өзіне тән артықшылықтары мен пайдасы бар. Бірінші, пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын бен оның сахабалары жүріп өткен жерлерді өз көзіңізбен көруге мүмкіндік береді. Екіншіден, Алла тағала қажылық ғибадатын орындаған пенденің өткен күнәларын кешіреді. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Кімде-кім әйеліне жақындаспай, ешқандай күнә және жамандық істемей, Алла үшін қажылық жасаса, үйіне анасынан жаңа туғандай болып қайтады деп айтқанын естідім, деген имам Бухари. Яғни Алланың ризалығын тілеп, біліп және білмей жасаған күнәларына шынайы ықыласымен кешірім сұрап, жәннатты үміт етіп, қажылық амалдарын толық орындаған адам күнәдан жаңа туған сәбидей пәк таза болады. Үшіншіден, қажылар мен умра жасаушылар Алланың қонақтары және өз елдерінің өкілдері. Алла елшісі Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Қажылар және умра жасаушылар Аллаға келген өз елдерінің өкілдері. Егер олар оған дуға қылса, жауап береді, дуғаларын қабыл етеді. Егер кешірім сұраса, оларды кешіреді, деген Сүнан ибн Мәжах. Алла өзі таңдаған құлдарын қасиетті жеріне қонақ етеді. Қонақ болып келген пенделерді сый құрметпен қарсы алады. Оларға жомарттығын еселеп, әрбір құлшылығын, сауабын арттырады. Төртіншіден, қажылық адамның жүрегін әртүрлі дерттерден тазалайды. Сондықтан Алла разылығы үшін қажылықтың жоралғыларын толық орындаған адам еліне қайтқанда өзін пәк сезінеді. Бесіншіден, Мекке және Медина қалаларында орналасқан тарихи жерлерді зиярат етіп, ғибрат алуға мүмкіндік тудырады. Алтыншы, қабыл болған қажылықтың сауабы тек қана жәннат. Қасиетті сапарға дайындық. Қандай да бір сапарға аттанар алдында ең алдымен сол сапарға дайындаламыз. Құжаттарымызды, киім-кешектерімізді, өзімізге керекті дәрі-дәрмектерімізді, қаражаттарымызды және тағы да басқа қажетті заттарымызды реттейміз. Қажылық өміріміздегі ең ұлы сапар болғандықтан жүрегіміз қобалжып, кеудемізге сыймай балаша қуанамыз. Уақыт өтпей, күн санап қасиетті Қағбаны көруге асығамыз. Қажылығымызды дұрыс орындау үшін осы тақырыпта жазылған кітаптарды оқып, қажылық туралы дәрістерге қатысып, теориялық тұрғыдан дайындаламыз. Ал енді осы қасиетті қажылық сапарына аттанар алдында Раббымыз қасиетті Құранда былай дейді: қажылық Шәуәл, Зүлқағда және Зүлхиджаның 10-ына дейінгі белгілі айлар. Кім ол айларда ихрам байланып міндеттенсе, қажылық кезінде әйелге жақындасуға, күнә істеуге және жанжалдасуға болмайды. Нендей жақсы іс істесеңдер, Алла оны біледі, және азық алыңдар. Негізінде азықтың жақсысы тақуалық. Ей ақыл иелері, менен ғана қорқыңдар, деген Әл-Бақара сүресі 197 аят. Азықтың жақсысы тақуалық деді. Тақуалық дегеніміз не? Енді осыған тоқтала кетсек, Алла тағаланың арам еткен заттарынан өзіңізді таза ұстап, бұйырған бұйрықтарын орындап, тыйған тыйымдарынан толықтай тыйылып, сақтықпен жүруіңіз тақуалық деп аталады. Сапар барысында жаныңыздағы адамдарға жұмсақтық пен көркем мінез таныту қажет. Сондай-ақ мүмкіндігінше дауласудан, біреуге қолмен және тілмен зиян тигізуден аулақ болған жөн, және көбірек дұғаға дайындалу қажет. Себебі сіз сапарға шыққаннан бастап дұғаңыз қабыл бола бастайды. Арафатта бесін намазынан күн батқанша, Қағбаны көргенде және оны тауаф етіп жүрген кезіңізде, Сафа мен Марвада, тіпті Зәмзәм суын ішерде тілеген дұға тілектеріңізді Алла тағала қабыл алады. Қасиетті Құран кәрімде Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: егер құлдарым мен туралы сенен сұраса, өте жақынмын, қашан менен тілесе, тілеушінің тілегіне жауап берем. Әл-Бақара сүресі 186 аят.
Қажылық және умраға қатысты пайдалы кеңестер. Бірінші, қажылық пен умраның үкімдерін үйреніңіз. Екінші, қажылық және умраны атаққұмарлық, мақтаншақтық, жалған атақ және ел көрсін деп жасаудан аулақ болыңыз. Үшінші, сапарға шыққанға дейін берешек қарыздарыңызды өтеп, аманат заттар болса иесіне қайтарыңыз, немесе сапарға шығып бара жатқаныңызды ескертіңіз. Төртінші, егер біреулерге қатысты әділетсіздік жасаған болсаңыз, кешірім сұраңыз. Егер ол әділетсіздік мал дүниеге байланысты болса, оны өз иесіне қайтарып ризалығын алыңыз. Бесінші, қажылық және умраға адал жолмен тапқан қаражатыңызды пайдаланыңыз. Өйткені Алла кемшіліктерден пәк, әрі пәк нәрсені ғана қабыл етеді. Алтыншы, ешкімге залал тигізбеңіз, сыртынан тілдемеңіз, дауласпаңыз және өтірік айтпаңыз, керісінше көркем мінезде болыңыз. Жетінші, барлық парыздарға, оның ішінде 5 уақыт намазды жамағатпен оқуға көңіл бөліңіз. Құран оқыңыз, зікір, дұға жасаңыз. Адамдарға қарайласыңыз. Мұқтаждарға көмек қолын созып, кедей-кепшікке садақа беріңіз. Сегізінші, жол серік ретінде ізгі салиқалы кісілерді іздегеніңіз дұрыс. Тоғызыншы, сүннетте келген сапар барысында айтылатын дұғаларды әрдайым айтып жүріңіз. Миқаттар. Миқат қажылық рәсімдері басталатын орын. Қажылық жасау үшін Меккеге бағыт алған адамдар осы орындарға жеткенде күнделікті киімдерін шешіп, ихрам киімін киіп, қажылық бастауға ниет етеді. Миқаттың саны 5. Біріншісі Зүл-Хулейфа. Ол Мәдина қаласына жақын маңда орналасқан жер. Мәдина тарапынан қажылыққа келетіндер ихрам киімін осында киеді. Бұл орын Меккеден 450 шақырым жерде орналасқан. Екінші, Жухфа. Ол Рабих қаласына жақын маңда орналасқан ауыл. Меккеден 183 шақырым жерде орналасқан. Бұл жерде Египет, Иордания, Сирия, Палестина, Ливан тарапынан қажылыққа келетіндер ихрам киеді. Үшінші, Қарын әл-Мәнәзил, Нәжд, Сауд Арабиясының орталық және шығыс аймағы тарапынан қажылыққа келетіндер ихрам киетін жер. Ол Меккеден 75 шақырым жерде орналасқан. Қазір бұл жер Сәйл әл-Кабир деп аталады. Төртінші, Ялям-Лям. Йемен тарапынан қажылыққа келетіндер ихрам киетін жер. Ол Меккеден 92 шақырым жерде орналасқан. Бесінші, Зәту-Ирқ. Ирак тарапынан қажылыққа келетіндер ихрам киетін жер. Ол Меккеден 94 шақырым жерде орналасқан. Қазақстандық қажылар Меккеге 2 түрлі жолмен барады. Бірінші, Жидда қаласы арқылы, екінші, Мәдина қаласы арқылы. Бірінші, Жидда қаласы арқылы қажылар Жидда әуежайына ұшақпен жетіп, әрі қарай Меккеге арнайы көлікпен барады. Бұл адамдар үшін миқат Қарын әл-Мәнәзил болып табылады. Қажылар Қарын әл-Мәнәзил миқатына ұшақпен әуеде кіреді. Сол себепті қажылар ихрам киімдерін алдын ала әуежайда немесе ұшақта киеді. Миқатқа жақындаған кезде қажыларға хабар беріледі. Содан кейін ниет жасап, ихрам халіне кіріп, тәлбия айтуды бастайды. Екінші, Мәдина қаласы арқылы. Мәдина қаласы арқылы Меккеге баратын қажылар үшін миқат Зүл-Хулейфа болып саналады. Бұл миқат Мәдина қаласының жанында орналасқан. Қажылар қонақ үйде ғұсыл құйынып, ихрам киімдерін киіп, Меккеге жолға шығады. Жолда Зүл-Хулейфа миқатына келіп, ниет жасап, ихрам халіне кіріп, тәлбия айтуды бастайды.